Бәріңе сәлем, сендермен бірге Дайреп. Мен осы видеоны баяғыдан бері жазғым келіп жүреді, бірақ қол тимей жүрді. Уже превьюшкеден и названиядан уже көрген шығарсыздар. Бүгінгі видео қарызға қалай ақшаны беруге болады. Яғни қалай дұрыс беруге болады. Соңында ақшасыз қалмау үшін, қалай сені алдап кетпеу үшін дұрыстап беру керек. Және бұл жерде сіздер қарызды именно досыңызға, яғни танитын адамыңызға, хотя бы 3-4 ай сөйлескен, көріп жүрген адамыңызға қарыз берсеңіздер. Сондықтан бүгінгі видеода біз именно досыңызға қарыз берсеңіз, или просто баяғыдан танитын адамға қарыз берсеңіз, қалай дұрыс беру керек сол қарызды. Және сіздерді алдап кетуі мүмкін, күтпеген адамдар алдап кетуі мүмкін. Қарызға ақша берсеңіздер, ақшаны да досыңызды да жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Қалай дұрыс беру керек сондықтан? Ең бірінші сіздер хотя бы бір қағаз алып досыңыздың қолын қойдыртып алыңыз. Или видеоға түсіріп алыңыз, или фотоға түсіріп алыңыз. Сөйтіп әйтеуір бір дәлел болсын. Мысалы, ертең ол мойындамай жатса өзінің қарыз алғанын, сол кезде дәлел қылып көрсету үшін видеоға или фотоға түсіріп алуларыңыз керек. Және белгілі бір уақытты қойыңыз, оның қайтаратын уақытын белгілі бір. Және сол қойған уақытта қайтармаса, онда үстіне тағы ақша қосылады. Және ол вообще қайтармай жүрсе, көп уақыт қайтармаса, онда уже сотқа барасыздар. Содан кейін бәрі шешіледі. Сонда сіздер хотя бы ақшаны сақтап қаласыздар, бірақ досыңызды емес. Ал егер жақсы дос болса, жақсы танысыңыз болса, ол обязательно қайтарады. Бірақ қайтармайтын адамдар өте аз. Осымен видео аяқталды. Сіздермен болған Дайреп. Келесі видеода кездескенше. Менің лайв каналыма және 3-ші каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Пожалуйста.